Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай мерекелік дастарханға арналған холодная закуска деп аталатын тағам дайындайтын боламын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең бірінші бізге голень, теркамыздан өткізілген сәбіз, 4 бұрыштап туралған сарымсақ, слоеный тесто және де сұйық май, қара бұрыш, приправа және де тұзымыз қажет болады. Барлық, яғни дәмдеуіштеріміздің барлығын салып, осылай жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін тұзымызды тағы да кішкене салып, барлығы жақсылап сіңу үшін осылай қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, одан кейін голенді барлығын бір-бірден салып, яғни екі жағын қызартып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырылып болғаннан кейін бөлек ыдысымызға барлығын салып алатын боламыз, және де майымызды төкпейміз. Осы майымызға туралған сарымсақ пен сәбізімізді жақсылап араластырып, яғни жұмсарғанша толықтай қуырып алатын боламыз. Жаңағы заттарым қуырып болғанша мен осындай домалақ, яғни шарикте жасап алдым, яғни жайғанға ыңғайлы болу үшін. Одан кейін осындай доскамызға ұнымызды сеуіп, жұқалап, яғни қатты қалың қылмай жайып алатын боламыз. Начинкамызды тура ортасына салып, голенді осылай тұрғызып қойып, қамырымызды осылай бірінің үстіне бірін қойып, жабыстыра отырып, әдемі қылып түйетін боламыз. Яғни өздеріңіз видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай әдемілеп, жақсылап түйіп жасап шығатын боламыз. Аяқтардың бас жақтары күйіп кетпеу үшін фольгамен осылай орап алатын боламыз. Одан кейін жұмыртқамызды жағып, яғни духовкамызға, қызып тұрған духовкамызға 180 градуста 45-50 минут көлемінде қызарғанша пісіретін боламыз. Міне біздің тәбетті ашатындай өте дәмді болып шығатын холодная закуска деп аталатын тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.